Тамара Асар 1976 жылы 16 шілдеде Маңғыстау облысы Ақшұқыр ауылында туған әнші. Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты 2007. Құрмет орденінің иегері 2014. Еліміздің батыс өңірі Ақтаудан 16 шақырым жердегі Ақшұқыр деген ауылда ұстаздар отбасында өмірге келген. Жаратушы қиындықты тек көтере алатын адамына береді дейді халқымыз. Осы сөзді өзіме ғана арналған деп қабылдайтын Тамара тіршілікте басынан өткен түрлі ауыртпалыққа мән бергенді көңілі қаламайтын қайсар қыз. 1997 жылы Секен Тұрысбековтің ансамблінде жұмыс жасап жүріп, Ақтауға демалысқа келген кезде көлік апатына түседі. Бір аяғынан айырылып, жамбас беломыртқасы, қолы сынып, тағы да басқа ауыр жарақат алады. Әкесі Қалнияз, ең бастысы жұлыны сау орнынан тұрады деп болжап, сынықты өзі салып, дәрігерлермен бірге қызын өзі де емдейді. Араға жылдар салып, денсаулығын қалпына келтірген әнші, өзін-өзі қамшылап өмір сүруді әдетке айналдырды. Қиындық әркімнің басында болатын нәрсе, тек оны жеңудің кілті жүректе дейтін Тамара Асар өмірге ғашық адам кез келген қиындыққа төзімді болып келеді деген пікірде. Серпер жастар сыйлығының иегері Тамара Асар басқа әріптестеріне қарағанда денсаулығына көбірек алаңдайды. Сондықтан қаланың қым-қуыт тіршілігінен шаршағанда көпшіліктен оң кетіп, баласымен демалғанды ұнатады екен. Туған жері Ақтауға жиі ат басын бұратын әнші жалғызсыраған сәтте қолына кітап алып, әдебиетпен сырласқанды жан рахатына балайды. Білімі бала кезден өнерді өзіме серік етемін деп армандаған ол, алдымен Ақтаудағы музыка мектебінде білім алады. Кейін Алматыдағы қазіргі Елебеков атындағы эстрада және цирк колледжінде оқып жүріп, ілімін мұғалімдік мамандықпен ұштастырады. 8-ші сыныптан бастап Алматыда дәріс алған Тамара көпшілікпен етене араласуына танымал мектепте оқығаны септігін тигізгенін айтады. Абай атындағы КазПУ педагогика психология факультетінің магистратурасын педагогика психология мамандығы бойынша тәмамдаған және осы аталған факультеттің докторантурасын сол мамандық бойынша аяқтаған. Қазір филология ғылымдарының докторы, педагог-психолог. Мәскеуде Российский институт современного искусства вокал бөлімінде арнайы сабақтардан өткен. Және МГПУ психология факультетінде білім тәжірибелерінен арнайы өткен. Өнердегі еңбек жолы Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасы жанындағы Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясында басталған. Шығармашылықта жүрген 15 жыл ішінде көптеген жанрлар мен бағыттардағы отырар сазы, Ақжауын, Абыл Тарағұл атындағы халықтық ұлт аспаптар оркестрінің, Ақжарма фольклорлық ансамблінің, симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен ән айтып, жұртшылықтың назарында жүр. Сонымен қатар жаңашыл эстрадалық жанрда Қазақстанмен қоса, Еуропа, Азия елдерінің алдыңғы қатарлы сахналарында бар талап-талантымен өнерін өрнектеуде. Ариайдай бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Жалғыз досым, ренжімеші, сол бір қызықты деректер жаным неге атты бейнебаян Қазақстан тарихындағы алғашқы анимациялық 3 форматында жазылған. 2001 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында өзі жайлы арманның ақ желкені атты деректі фильм түсірілген. Қазіргі таңда 3 жерде Маңғыстау облыстық филармониясында Абыл Тарағұл атындағы оркестр әншісі, жан продюсерлік орталығында Тамара Асар, арнайы жоба, енуде ұстаздық қызмет етеді. Қазақ ТВ арнасында Кейзек Лайв дәстүр бағдарламасының жүргізушісі. Хоббиі самауырының сыртына сурет салу. Танымал әнші Тамара Асар күйеуінің жетістігін көрсетіп көпшіліктен сүйінші сұрады. Бұл туралы өнер иесінің жолдасы, астық зауытының иесі. Бапасы Жұмаш Айтжанұлы, бала күнгі арман мақсатыңызды ұштастырған, жастық шағыңыздың албырт күшін арнаған өндірісіңіздің тарихқа енуі құтты болсын. Біз сіздің жетістіктеріңізге қуанып жүре берейік. Әке шешеңіз тірі болғанда марқайып, мақтанып ағайын туысқа өздері хабарласып отырар еді. Әттең. Made in Kazakhstan. Brands of Kazakhstan кітабы ел тарихындағы қазақстандық брендтер туралы алғашқы жина. Кітапта Қазақстандағы 30-дан астам жетекші компаниялардың брендтері топтастырылған. Астық зауыты да еніп, қуанып отырмыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан экономикасына толағай табыстар әкеле беріңіздер. Отандық өндірістегі машина жасау саласына еңбектеріңіз сіңе берсін. Биік белестерді бағындыра беріңіздер деп жазды әнші. Ат үйінің құнындай Тамара Асар 10 жыл бұрынғы сахналық көйлегін көрсетті. Мектепте еден жудым, Тамара Асар студент күнінде қиналған сәтін есіне алды.
Еске салайық, өнер иесі бір аптаның ішінде тұрмысқа шығып кеткенін айтқан еді. Танысар сәтте, қандай әдемі әйел, мына әйелге мен үйленемін деп айтып қалған сөзінің соңынан 7 күнде келіп, неке сақинасын салып тұрып, ұлым қамбарға офлайн яғни қасымда отырып, әкем тірі кезі еді. Оған онлайн видео қоңырау шалып, біз үйленіп жатырмыз деді. Әкем рұқсатын берді деген еді эстрада жұлдызы. Жоспарлай алмадық, Тамара Асар қуанышты. Ажарлымыздың туған күнін алдын ала жоспарлай алмадық. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Тамара Асардың қызы 3 жасқа толды. Өнер иесі желіде перзентінің туған күнін қалай атап өткенін көрсетті деп хабарлайды Skifnews, кз ақпарат порталы. Тамара Асар қызының туған күнін аяқ асты ұйымдастырып, жақындарын небәрі 2-3 сағат қалғанда шақырғанын айтты. Өнер иесі жолдасы екеуі жұмыспен қарбаласып, бұл кешті алдын ала жоспарлай алмағанын жеткізді. Ерлі-зайыпты елордадағы қымбат мейрамханалардың бірінде ет жақындары мен отбасылық достарының басын қосқан. Сыйға сый, сыраға бал. Бапасы солтүстікте, мен батысқа мұнайшылар мерекесімен жолда болғасын, ажарлымыздың туған күнін алдын ала жоспарлай алмадық. Бас аяғы 2-3 сағат қалғанда Астанадағы отбасылық дос жақындарға телефон шала қойып едік. Бәрі бір ауыздан келе қалды. Ертерек неге айтпадыңдар деп бөтен өкпе айтпастан, шақырғанда жүгіріп келе қоюдың өзі бір бөлек қуаныш екен. Рахмет ниеттеріңізге тілекшілеріміз. Сіздердің де 24/7 іздесеңіздер, шақырсаңыздар келе қалатын дос-жаран туыстарыңыз болсын деп жазды Тамара Асар. 1998 жылы 22 жасында әкесі және бауырымен бірге көлік апатына ұшырап, ауыр жарақаттар алды. Бұл апатта оның жамбас сүйегі мен омыртқасы сынып, сол аяғын жоғалтты. Әншінің Қамбар есімді ұлы бар, ол 2024 жылы жоғары оқу орнын тәмамдап, диплом алды. Сондай-ақ 2021 жылы 2 қыркүйекте Ажар есімді қызын дүниеге әкелді. Әншінің жұбайы белгілі кәсіпкер, алайда оның есімі көпшілікке жария етілмеген. Тамара Асардың отбасы туралы мәліметтер шектеулі, сондықтан бауырлары жайлы ақпарат қолжетімді емес. Тамара Асар қазақ эстрадасының танымал әншісі, халық әндері мен эстрадалық бағыттағы әндерді шебер орындайды. Оның репертуарында көптеген хит әндер бар. Танымал әндері: Ақтаңгерей, дәстүрлі әндерді сүйетін тыңдармандар арасында кең танымал. Ару қыздар, жастар арасында сүйікті әндерінің бірі. Бақыт құсы, өмірдің жарық сәттерін сипаттайтын әсерлі ән. Жаным, махаббат туралы жүрекке жылы тиетін туынды. Қазақ қызы, ұлттық рухты көтеретін ән. Махаббатым, романтикалық әуендерімен ерекше. Сүйген жүрек, махаббаттың мәңгілігі туралы сыр шертетін ән. Ол халық әндерін жаңаша өңдеп, ұлттық өнерді дәріптеуге ерекше көңіл бөледі. Сондай-ақ авторлық және халық әндерін заманауи стильде орындайды. Тамара Асар қазақ эстрадасында ерекше орны бар әнші. Оның шығармашылығы халық әндері мен заманауи эстраданы үйлестіре отырып, ұлттық мәдениетті дәріптеуге бағытталған. Өнер жолында ол өзіне тән орындау мәнері мен ерекше дауысымен тыңдармандардың жүрегін жаулап алды. Ол өзінің әндері арқылы қазақ қыздарының нәзіктігін, рухының беріктігін, махаббат пен өмірге деген құштарлықты жеткізеді. Әндерінің тақырыбы сан алуан, туған жерге деген сағыныш, сүйіспеншілік, өмірдің қуанышы мен мұңы. Оның Ақтаңгерей, ару қыздар, бақыт құсы, жаным, қазақ қызы сияқты әндері халық арасында кеңінен танымал. Тамара Асардың шығармашылық жолы тек әншіліктен тұрмайды. Ол өмір жолында түрлі сынақтардан өтіп, жігер мен қайсарлығын көрсете білген тұлға. Жас кезінен бастап өнерге деген сүйіспеншілігімен, еңбекқорлығымен көпшілікке үлгі бола білді. Оның сахнадағы әрбір өнер көрсетуі көрермен үшін ерекше әсер қалдырады. 20 жылдан астам уақыт бойы сахнада өнер көрсетіп келе жатқан әнші әлі де тыңдармандарын жаңа әндерімен қуантуды жалғастырып келеді. Ол ұлттық өнерді насихаттап, қазақ музыкасының дамуына зор үлес қосып жүрген талантты тұлғалардың бірі.